қылмыстық топтармен, сондай-ақ Шешенстанның өзінен келген шешен қылмыстық топтармен проблемалары болған. Грознойдан қылмыс әлемінің жігіттері келіп, Бақытқа Алматы байғала екен, осы қаладан бізге жұмыс істейтін бір аудан бер, деп өтініш айтады. Олар өте үлкен дайындықпен келіптіміз. Жоқ деп айтса, атыс болып, көп адамның өміріне қауіп төнеді. Я дейін десе, Қазақстандағы барлық мәселені өзіміз шешеміз деген қағидасына қарсы болады. Бақыткелді әлгі жігіттерге, жарайды, Алматыдан бір аудан алыңдар, бірақ бізге Грознойдан дәл сондай аудан бересіңдер, депті. Осы сөзден кейін астамсыған жат жұрттықтар не дерлерін білмей асып-сасып қалады. Бақыткелдінің осы бір сөзі қанатты сөзге айналып кетті. Көп ұзамай оның жауларының қатарына Қазақстандағы орыс ұйымдасқан қылмыстық топтарды қосылды. Баясов олармен металл саудасы нарығын бөліспеген деген қауесет бар. Жан-жақтан жау көбейіп, ал серіктестері жоғала бастаған. Бұған қоса Алматыға ықпалды вор в законияларда көздерін тіккен болатын. Баха фестиваль қарсыластардың соққыларына қарсы тұру үшін барын салды. Тіпті ұйымдасқан қылмыстық топта Мартин лақап атты киллер де пайда болды. Ол белгілі бір адамдарды жою үшін Баханың жеке бұйрықтарын орындады. Ал ұйымдасқан қылмыстық топ жетекшісінің өзі жауынгерлерімен бірге, бәсекелестерімен бірге стрелкалар жүргізіп, мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тырысты. Бірақ бұл көмектеспеген соң Баха фестиваль жауларымен қанды қақтығыстарға баратын. Бақыткелді Баясовтың әрекеті вор в закониялардың да, шешен бандиттерінің де Алматыда өз істерін жүргізуін қиындатты. Оның үстіне жергілікті топтар да Баясовтан қорқып, үлкен аумақтарды басып ала алмады. Ол өз аумағын басып алуды жоспарлағандарды жедел түрде жазалаған екен. Оған деген наразылық күшейіп келді. Баха фестиваль қайтыс болмас бұрын өз достарына мешіт салу туралы ойын іске асырғысы келетінін айтқан болатын. Арманын орындағысы келген Бақыт Алма-Арасанға барар жолдан жерде алып қойып үлгерген екен. Бірақ ол қасиетті үйдің құрылысы аяқталмай жатып көз жұмды. Баха фестиваль 1998 жылдың 11 қазанында Алматының сол кезде Малая станица деп аталған ауданындағы Кеңсай елді мекеніндегі досы Асқарға келді. Жекеменшік үйде тағы 3 беделді танысы болған. Олар бір оқиғаны тойлауға жиналыпты. Бірақ қолдарына автомат ұстаған бетперде киген адамдар шағын үйді қоршап алып жиналысты бұзды. Олар тұрғын үйдің қабырғаларына жан-жағынан бірнеше рет оқ жаудырып тастады. Бұл шабуылдың нәтижесінде Баха фестивальде оның серіктері де қаза тапты. Бұл кісі өлтіруді кім жасағаны белгісіз. Біреулер қастандықты бәсекелестеріне жапса, басқалары билікке асыққан қылмыстық бригадаларды кез келген жағдайда жою туралы үкіметтен бұйрық алған қызметтердің қатысы бар деп айтады. Ал Баханың мұндай жоспарлары бар еді. Ол Алматыдағы Жандосов көшесінің бойында орналасқан нөмірі 12 емханада көз жұмды. Ол 11 қазанда 30 жасқа